Бәріне сәлем, бүгін шоколадты пудинг дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға қантымызды саламыз, оның үстіне какао ұнтағын және де ұнымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл жерде сүттің температурасы маңызды емес, сүттің жартысын осы құрғақ ұнтаққа құйып, сүтті отта ысытамыз. Содан кейін жұмыртқаның сарысын саламыз, араластыра отырып, ысыған сүтіміздің үстіне құямыз. Барлық құрамдардың мөлшерін төменгі описанияға жазып қойдым, сол жерден көре аласыздар. Енді үздіксіз араластыра отырып, жай отта қайнатамыз. Қайнай бастаған кезде төл осындай бір көпіршіктер пайда бола бастайды. Осы кезде сары май мен шоколадты салып араластырамыз. Енді сары майымыз ерігенше араластырамыз. Сары майымыз ерігеннен кейін пудингіміз дайын болады. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді дайын болған пудингті ыдысымызға құямыз. Пудингті кез келген затпен әсемдесеңіздер болады. Мен жаңғақпен әсемдедім. Енді пудингті кемінде 20 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Тоңазытқыштан 20 минуттай тұрды. Енді пудингімізді алып жей берсеңіздер болады. Өте дәмді, қарапайым заттардан дайындалған оңай пудингіміз осылай дайын болды. Please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely.